Саламатсыздар ма оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы менің отбасым. О дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта буындап, тұтас және түсініп оқитын боламыз. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоямыз. Немесе қойылған сұраққа жауап береміз. Мына суреттерге назар аударайық. Кімдерді көріп тұрмыз? Ата, әже, әке, ана, аға, қарындас. Бұлардың бәрін бір сөзбен қалай айтуға болады? Дұрыс айтасыңдар. Отбасы деп атаймыз. Ал енді барлығымыз бірге мына өлең шумақтарын тыңдайық. Отбасым менің бақытым, отбасым менің шаттығым. Отбасым барда әрқашан, үзілмес менің үмітім. Балалар, бүгін бізге Әли мен Мери қонаққа келді. Әли мен Мери өз отбасы мүшелерімен таныстыру жасайды. Қане тыңдайық. Оқушылар, мәтіндегі сызбаға тиісті сөздермен толықтырып оқиық. Ойланайық. Құрастырған мәтінді бірге оқып шығайық. Мынау атам, оның аты Мұрат. Ол ұста. Атам ұстамды адам. Мынау әжем. Оның аты Ұлжан. Ол ұстаз. Әжем дана ұстаз. Мынау қарындасым. Оның аты Айнұр. Ол ұқыпты оқушы. Мынау әкем. Оның аты Нұрлан. Ол ұшқыш. Әкем дарынды ұшқыш. Мынау анам. Оның аты Ақнұр. Ол дәрігер. Анам білікті дәрігер. Мынау ағам. Оның аты Ұлан. Ол оқушы. Ұлан ақылды ұл. Жарайсыздар. Енді оқушылар осы мәтіндегі О дыбысы бар сөздерді сызбаға толтырып көрелік. Ұлан, ұшқыш, Ақнұр, Ұлжан, Нұрлан, Мұрат, ұста. Жарайсыздар оқушылар. Сөздерді дұрыс таптыңыздар. Мәтіндегі бұл сөздерде О дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі. Сызбадағы ұшақ сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Ұшақ. Ұшақ сөзіндегі О дыбысы дауысты дыбыс, қызыл текшемен боялады. Ш дыбысы дауыссыз, көк текшемен боялады. А дауысты қызыл текшемен боялады. Қ дыбысы дауыссыз, көк текшемен боялады. Енді оқушылар тіл тарту жаттығуларын жасап көрелік. Ос, ос, қарлығаш киелі қос. Ос, қарлығаш киелі қос. Жарайсыздар. Келесі кезекті дәптермен жұмысқа берелік. Дәптеріміздің 38-ші бетіндегі О дыбысына байланысты сөздерді көркем етіп жазамыз. Кезекті тапсырмада О дыбысынан басталатын сөздерді мына сөздердің ішінен теріп алып, себетті толтырайық. Ұлжан, Мұрат, ұста, ұшақ. Сонымен оқушылар бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, алған әсерімізді смайликтер арқылы көрсетейік. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.